Түркменстанда оқушы қыздардың пәктігі тексерілуде. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. Түркменстанның батысында оқушы қыздардың моральдық тазалығын бағалау және жасөспірімдер жүктілігіне жол бермеу үшін пәктік тексеруден өтуге мәжбүр. Түркменстанның Балқан аймағындағы орта мектеп оқушылары міндетті түрде пәктік тексеруден өтеді. Бұл сынақты қыз баланың имандылығын бағалау үшін қажет деп санайды. Гинекологтар жүргізетін мұндай тексеруге билік мектеп оқушыларының немесе олардың ата-анасының келісімін сұрамайды. Жағдайды білетін білім беру қызметкерінің айтуынша, сынақтан өтпегендер, яғни пәк емес қыз балалар полиция мен қауіпсіздік қызметіне хабарланады. Балқамынабад пен Түркменбашы қалаларында 9-11 сынып оқушылары гинекологиялық тексеруден өтуге мәжбүр. Тексеру барысында жыныстық қатынасқа түскен қыздар анықталып, тізімдері жергілікті полиция қызметі мен ұлттық қауіпсіздік министрлігіне тапсырылады. Басқа білім беру қызметкерлері полицейлердің жыныстық серіктестер туралы ақпарат алу үшін тізімдегі қыздардың ұялы телефондарын жиі тексеретінін айтады. Құқық қорғау қызметкерлері мұны кәмелетке толмағандармен жақын қарым-қатынаста болғандарды анықтау және жауапкершілікке тарту үшін жасалып жатқанын түсіндіреді. Үкімет гинекологиялық тексерудің себептерін жарияламады, бірақ Балқанабадтағы жұмысшы мұны соңғы айларда аймақта жасөспірімдер жүктілігінің өсуіне байланысты деп күдіктенеді. Оның айтуынша, бір ғана Балқанабадта мұндай 6 жағдай тіркелген. Бұл ақпарат білім министрлігіне жетіп, нәтижесінде Балқан облыстық білім басқармасының басшысына қатаң сөгіс жарияланды. Осыдан кейін бірден өңірлік билік ірі қалалардағы моральдық тазалықты тексере бастады. Авторитарлық билік адамдардың өмір салтын жіті қадағалайтын Түркменстанда пәктік сынағы деп аталатын жаңа құбылыс емес. 2018 жылы полиция мен қауіпсіздік қызметкерлері гинекологтардың сүйемелдеуімен Ташагуз вилаятының солтүстігіндегі мектептерге тосын рейдтер жүргізді. Куәгерлердің айтуынша, офицерлер ұлдардың ұялы телефондарын порнографиялық бейнелер бар жоғын тексеріп, қыздарды мектеп медбикесінің кабинетіне пәктігін тексеруге мәжбүрлеген. Тексеру кезінде кейбір қыздардың пәк емес екені белгілі болды. Олардың ата-аналары мектепке шақырылып, жұрттың көзінше ұятқа қалды. Ташагуз қалалық ішкі істер басқармасындағы дереккөздің айтуынша, 2018 жылғы тексерулер аймақтық үкіметтің жасөспірімдер арасындағы жезөкшелікпен күресу шараларының бір бөлігі болды. 2019 жылы оңтүстік шығыс Мары облысындағы мектеп әкімшілігі 8-11 сынып оқушыларының барлық қыздарын ата-аналарының келісіміне қарамастан гинекологиялық тексеруден өтуді талап етті. Дүние жүзінде көптеген әйелдер құқығын қорғаушылар пәктік сынау деп аталатын абсурдтық және қорлайтын тәжірибе деп айыптайды, оны алып тастау керек дейді. Көптеген медицина мамандары мұндай зерттеулер қыздың пәктігін анықтай алмайтынын айтады. Өйткені қызық перде жыныстық қатынас арқылы ғана емес, әртүрлі жолмен зақымдалуы мүмкін. Кейбір әйелдер мүлде онсыз туылады. Дүние жүзінің кемінде 20 елінде, оның ішінде орталық Азия мемлекеттерінде де қызды тестілеу жүргізіледі. Мұндай тексерулер туралы бұған дейін Тәжікстан мен Өзбекстанның ақпарат құралдары хабарлаған болатын. Біріккен ұлттар ұйымы бұл тәжірибені қорлау деп атайды және оны тоқтатуға шақырады. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.